Жақсы кітап сырын бірден ашпайды дейді. Яғни, әр адам кітапты оқып отырған кезде, оның кіріспесінен бастап аяғына дейін оқу үшін, оны бір күш соңына дейін алып бару керек. Ал кітап жазған жазушының, әр адамның өзінің бір ерекше қолтаңбасы болады. Сізге қандай кітаптар ұнайды? Және кітапты оқыған кезде, оны қандай ыждахатпен оқисыз? Сізге кітаптың пайдасы өмірлік бағдаршам болатыны сөзсіз. Қандай кітап оқысаңыз да, оның ішінде әйтеуір бір өзіңіздің өміріңізге қатты пайдасы тиетін бір кеңес алуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан айтады ғой, өмірде бір кітап оқып, жетістікке жетіп кетіп, немесе бір кітапты оқу арқылы күллі өмірін өзгертіп жіберіпті деген, ол аңыз әңгіме емес. Ол әрбір адамның бойында болатын қасиет, болатын ақиқат нәрсе. Бірақ өзіңіз ойланып қараңызшы, сіз сол бір өзіңіздің өміріңізге қатты қажет кітапты табу үшін, сіз 100 кітап, бәлкім 1000 кітап оқитын шығарсыз. Бірақ соның ішінде сіздің жаныңызға жақын, әрі қатты ерекше ұнайтын, өміріңізге өзгеріс алып келген бірақ кітап болуы әбден мүмкін. Бірақ сол бір кітапты табу үшін сіз 1000 кітап оқуыңыз мүмкін, иә? Енді мен өзімнің бүгін сіздерге «Бриллиант леди» кітабымды таныстырып, осы кітаптың жалпы құрылымын айтқым келіп отыр. Көпшілік сұрап және қызығушылық танытып, қыздар қауымы бұл кітаптан өздеріне қажетті ақпарат алғандығы жайында маған хат жолдап жатыр. Ал осы «Бриллиант леди» неге бұндай атаумен жарыққа шықты, мына сурет нені білдіреді, және ішіндегі әрбір тараудан өздеріңізге қандай ақпарат алуға болады. Мен шағын бүгін сіздерге кітабымды таныстыратын боламын. «Бриллиант леди» бұл тек қыздарға және қыз-келіншектерге ғана арналған кітап деп айтсам, қателік болатын шығар. Өйткені әйел адамның жан дүниесін түсінгісі келетін және жар таңдауда қателеспей, өзінің сүйікті адамының ішкі әлемімен танысқысы келетін ер адамдар болса, жігіттерге арналған кітап деп те айтсам, артық емес шығар. Себебі біз бір-бірімізді танып білу арқылы, бір-біріміздің қабілетімізді, жақсы көретін нәрсемізді тану арқылы одан сайын жақындай түсеміз. Ал жігіт пен қыз, ер адам мен әйел адам бір-бірімен таныстығы күшейіп, ары қарай байланысы дұрыс болып, түсіністік танытып, әрбір әрекетті дұрыс ақылға салып шешім қабылдау үшін әрине мамандардың кеңесі қажет-ақ. Себебі бүгінде белең алған ажырасушылық, белең алып жатқан үйдегі кикілжің, ұрыс-керіс, сондай бір берекесіздіктің қаптап кеткен заманы болғандықтан, қазір психологтар қауымы, небір кеңесші мамандар өзінің пікірлерін жолдап, барлық білген түйгенін, тәжірибелерін кітапқа жазып, жарыққа шығарып жатыр. Ол өте дұрыс деп айтсам болады, себебі бәсеке болған жерде сапа арта береді. Ал оқырман өзіне қажеттісін таңдайды. Өзіне ұнаған кітапты алып, жанына жақынын оқиды. Енді кітапты алған кезде, кіріспесінен бастап оқыған кезде ол сізді қызықтырса, сіз оны соңына дейін оқисыз. Ал бастан сізге ол кітап тартпай тұрса, соңына дейін оқымайсыз ғой. Сол сияқты, енді менің кітабымның қазіргі уақытта қаншалықты қыздарға әсер етіп жатқандығы, және олар бұл кітапты алғаннан кейінгі өмірлеріндегі өзгерістер жайында мен біраз білемін. Себебі келген хаттарды оқып отырған кезде көңілім бір марқайып, жазған еңбегімнің еш кетпегендігіне қуанып отырамын. Сондықтан бұл 4 бөлімге арналған. Біріншісі «Мен кіммін» деп аталады. Яғни кітапты «Мен кіммін» бөлімін оқыған уақытта сіз өзіңізді табумен жұмыс жасайсыз. Өзіңізге сараптама жасауды бастайсыз. Яғни аты жөніңіз, өзіңіздің әлеміңіз, нені ұнатасыз, сіз қандай адамсыз. Жалпы «Мен кіммін» деген сұрақты қойған уақытта ең бірінші сауал сіздің ойыңызға қандай жауап келеді, сіз сол адамсыз. Ал одан бөлек мен бұл жерде 7 қыздың ерекшелігін, мінез құлқын, бойындағы бір даралығын анықтау үшін қыздарды 7 типке бөліп жаздым. Леди болу үшін де көп еңбек ету керек қой, және бриллиант леди болу үшін мына 7 ханымның бойындағы бар қасиетті бойыңызға қондыру қажет. Себебі жерге қаратпайтын осы бір 7 қасиет сізді ертең биік шыңға шығарып, сіздің атыңызға кір келтірмей, абыройлы болып, осындай бір жақсы дүниені тарту етеді десем дұрыс шығар. Енді
мен кіммін бөлімін оқып біткеннен кейін өзіңізді міндетті түрде табасыз. Тапқаннан кейін келесі бөлім бізде менің жолым қандай деп аталады. Яғни қазір айтып жүрміз ғой, барлық психологтар, барлық мотиваторлар предназначение дейді. Яғни адамның өзінің өміріндегі жолы, өз миссиясы, атқаратын қызметін табу өте қиынға соғады деп. Себебі мамандық таңдау болсын, жақсы көретін ісі болсын, оны таңдау жолында қателеспес үшін адам өзінің өмірге келгендегі нақты міндетін ең алдымен ажыратып алу керек. Бәлкім сіз халықты емдеу үшін дәрігер болып өмірге келген шығарсыз. Мүмкін психолог шығарсыз. Бәлкім халықты ақпаратпен қамтамасыз ететін журналист шығарсыз. Немесе түрлі жаңалықты ашатын ғалым боларсыз. Ал оны біз қалай анықтаймыз? Дәл осылай менің жолым қандай деген тарауда өзіңізге сұрақ қоя отырып, тапсырмаларды орындай отырып, және арманыңа адал бол, өмірлік мақсат арманыңа жол көрсетеді, менің миссиям не, жоспар сізді жетістікке жеткізеді деген сияқты біраз тақырыптар қамтылған. Осы тақырыпты оқу арқылы сіз өзіңіздің көңіліңізге қонымды жауаптар таба аласыз деп айта аламын. Сондай-ақ үшінші бөлім бұл менің әлемім деп аталады. Сіз бірінші өзіңізді мен кіммін деп анықтадыңыз. Екінші, менің жолым қандай деген сұрақты қойдыңыз. Ал үшінші, бұл менің әлемім деп өзіңізді тапқаннан кейінгі бөлек бір әлемнің есігін қағып, сол жаққа қадам бастыңыз. Менің әлемім дегенде, оның ішінде өзіңізге ұнайтын, жан дүниеңізге қатты жағатын және жүрек қалауыңыз сол бір жұмысты істеген кезде, сол таңдауды жасаған сәтте, өз мінезіңізді анықтаған уақытта жүрегіңіздің өзі сізге үлкен бір жол көрсетеді. Яғни сіздің жасап жатқан таңдауларыңыз бен өмірлік бағытыңыз айқындала түседі. Сондықтан өз әлемдеріңізден адаспасын деген ниетпен мен осы бір тарауды жазып шықтым. Одан кейін төртінші бөлім нағыз ханшайымдарға арналған кеңестер деп аталады. Ол жерде мен өзімнің инстаграм жазбаларым және де ханшайымдарға қажет болады, өмірде пайдалансын, осы кеңестерді қолдану арқылы қандай да бір кедергілер шықса, соларды оңай еңсеріп кетсін деген ниетпен сіздерге кеңес есебінде жазылған болатын. Және ол жерде толық өзім жайлы қысқаша тағы да бір ақпараттар бар. Кітапты жалпы осылай 4 бөлімге бөліп жазғаннан кейін, оның ең бірінші қағидасы барлық адамға түсінікті болу керек деген талаппен жазып шықтым. Себебі оқыған кезде кітап түсініксіз болса, тым әдебиленіп кетсе, немесе үлкен бір терминдер көбірек қолданылатын болса, қарапайым оқып отырған оқырманның миына салмақ түсіп кетуі мүмкін. Ал енді мен бұл кітапты тұрмыстық стилде, ауызекі сөйлеу стилінде, өзіміз күнделікті тұрмыста қолданып жүрген сөздермен алмастырып, өмірлік мысалдарымды негізге ала отырып жазып шықтым. Енді оқыған әрбір қыздардан қазір келіп жатқан пікірлер жағымды. Сіздің де осы кітапқа қолыңыз жетіп, оқып, өзіңіздің пайдалы ақпарат алғандығыңыз жайында маған хабар беріп отырсаңыз, мен қуанған үстінен қуана түсетін едім. Себебі жазған автор үшін өзінің еңбегінің бағаланғаны, ал кез келген мамандық иесінің өзінің бір жасаған дүниесінен өнім алғаны, нәтиже көргені өте бағалы. Сондықтан құрметті қыз-келіншектер, оқыған ер азаматтар болсын, жалпы отбасылық өмірде жүрген ханымдар, сіздер бұл кітапты оқығаннан кейінгі өзгерістерді маған пікір ретінде жазып жіберсеңіздер, мен қуана-қуана оқитын едім. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бриллиант леди кітабын қайдан алуға болады деген сұрақ туындаса, мен міндетті түрде астынан номерді көрсетемін, инстаграм аккаунтты белгілеймін, және сол жерден сіздер арнайы тапсырыс беріп, кез келген қаланың түкпір-түкпіріне жеткізіп беру мүмкіндігіне ие бола аласыздар. Аят дүкенінде, яғни біздің небір орналасқан өзіміздің нүктелеріміз бар, мен сіздерге нөмір көрсетем, соған хабарласыңыздар. Кітап оқып жарысайық, білімімізді кеңейтуден шаршамайық.